Ассаламуалейкум, Металл КЗ каналын теркелушілер және қонақтар. Бүгінгі видео роликтің тақырыбымыз мыс жайлы. Жалпы менде мыс жайлы каналымда видеолар бар, бір емес, 2-3 видео бар мыс жайлы, бірақ мынау ерекшелігі бір тіркелушінің сұрауы бойынша. Ержан Адыбеков деген бауырымыз бір комментарийді астында бір комментарий қалдырып кеткен, мыс жайлы түсірші деп. Сол Ержан Адыбеков бауырым, сенің сұрағың бойынша, бауырым, міне мен осындай видео жасағым келіп тұр. Мынау енді соңғы осы бір аптаның ішінде келген мыстар. Жаңағы ең бірінші мен мынаны көрсетейін. Әдемілеп салып қойып едім, кішкене бір ерекше болсын деп. Бір мотор болды менде. Мен оны аштым да, солаймен мына ішіндегі мына обмоткасын солаймен бүйтіп суырып алдым кәдімгідей. Ол не заттың мотор екенін білмеймін, бірақ мынау мінекей осындай мыс болып келді. Ол мотор мен видеоға түсірмеп едім, қалай мен ашқаным. Так, сосын мінекей мынандай мыстар шығады, олар әртүрлі трансформаторлар, сосын әртүрлі платаларды болады. Бая импортный плата и жаңа СССР-дің платаның ішінде олар кішкентай катушкалар болып тұрады, трансформатор болып. И жаңағыдай. Так, міне мынау осы екеу кешегі мен ашқан бобиновый магнитофон, соңғы видео болды ғой менде. Қымбат металдарды таптым деген. Вот мінекей осы мыстар сол бобиновый магнитофон шыққан. Тағы да бобиновый магнитофоннан мінекей мынандай моторы болды, бірақ мен мына моторды өзіме қалдыратын болдым. Себебі енді мынау моторы жақсы. Мен оны бірақ әлі тексерген жоқпын, жасай ма жасамай ма. Жасайса өзіме қалдырамын обязательно, міндетті түрде. Мінекей 1400 оборот минуты жасайтын. Негізінде өте жақсы мотор. Егер де мынау жасап тұрса, жақсы болар еді екен. Міне ішінде де мінекей мыс, обмоткасы көріп тұрмыз. Ауыр. Мұны бірақ мен қалдырдым. Оны мен ашпаймын, бұзбаймын. Тексеремін ең біріншіде. Мынау кешегі бобиновый магнитофоннан шыққан мотор. Сосын мінекей осындай мыстар шықты. Сол жаңа бобиновый магнитофоннан. Кейіннен мынау алдыңғы мен бір заттарды ашқаным бар еді, сол тоже содан шыққан мыстар. Мінекей осы где-то примерно міне бір аптаның ішінде осындай мыстар келіп десек те болады. Сол жайлап осы мыстарды мен жинай берем, сосын тапсырамын. Алдында да мен бір мыстарым бар еді, оларды тапсырып жібердім. Жақсы. Так, гүлді біз жібердік. Мынау где-то салмағы 1 килодай болады. Может, сәл асатын шығар 1 килодан. Одан кейін мінекей бір телевизор аштым. Телевизордан шыққан мінекей мынандай тұратын металдар болады. Содан шықты. Сосын ол баяғыда менде жатқан міне осындай бір деталь, мынау холодильникте болады. Сосын кондиционерлерде болады да. Оның ішінде мынандай шариктер болады, яғни топырақта песоктар. Соны не істеу керек? Мына жерден бүйтіп кесіп, мына жерден мен кесейін деп едім, шыққан жоқ та. Міне дәл ортасынан кесіп, төгіп тастайсыз песоктарды. Себебі металлоприемкіде осылай түрде қабылдамайды екен. Оны обязательно кесіп, ішін төгіп тастап тапсырасыңыз. Ал мінекей осындай міне қысқа видео, мыс жайлы Ержан бауырымыздың қойған сұрағына толықтай жауап бердім деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.